ары қарай өтетін болсақ, біз ақырындап стильге көшейік. CSS-ке жаңа өткен блок, ол қай жерден, оны қалай көруге болады, неге ол блок деген. Мысалы, дифті табайық та, жаңа ең бірінші дифті ашайық та, мына оң жағын қарасақ, біздің элементстің оң жағын қарасақ, сол жағында біздің HTML болады, мына жағында CSS код жазылады. Міне display блок деп жазылып тұр. Жаңа блок элементтерде display блок деген сөз болады. H1-ді қарайтын болсақ, бұл жерде display блок деген бар. Параграфта display блок бар, және body'де де сондай бар, HTML-де де бар. Input'та ондай жоқ. Сонымен біз ақырындап CSS-ке көштік. CSS деген ол HTML-дан бөлектеу код. Оны жазу үшін біз мына head-тің үстіне, басқа жерге салуға болады, бірақ әзірге осы head-тің ішіне жазайық. Style деп тапты бассақ, осындай бізге стиль дайындап береді. Ары қарай біз кез келген элементке стиль бере аламыз. Мысалы, біз h1-іміз бар мына жерде. h1-ге стиль беріп көрейік. Ол үшін h1 деген жазамыз, және мынандай ирек жақша ашамыз. Және мына ішіне біз property береміз. Property дегенде, мысалы, нені өзгертуіміз керек? Мысалы, оның түсін өзгертуіміз керек. Ол үшін color деген жазамыз да, мысалы, red болсын, қызыл болсын. Айтем, біздің header'іміз, h1-іміз, ол қызыл болып кетті түсі. Міне қарасаңыздар, ол қызыл. Оны тек қана мынандай код жазу арқылы ғана бір жолмен өзгерттім. Ал енді оның арғы жағындағы background-ын өзгертейін. Background font, background color десем, және gray дейікші, бір сұр түс берейік. Одно істесек, бұл жерде сұр түс пайда болды, бірақ бір түс онша емес болып тұр, сондықтан кішкене өзгертейік. Мынаны ақ қылайық. Біз кәдімгі ағылшынша сөздерді жаза беруге болады. Және міне арт жағы қара, алдыңғы сөзі ақ. Сонымен біз сіздер көріп тұрғандай, color деген ол бізде, егер бұны формула ретінде жазатын болсақ, мына h1 деген ол біз оны таңдап тұрмыз ғой, қандай элемент екенін. Ол селектор деп аталады. Селектор бұл жаңа термин сіздерге формуласы осындай. Селектор және property. Property деген ол жаңағы color, background color, тағысын тағы кете береді, жаңағы display деген сияқты. Property мына жерде value жазылады, жаңағы мағынасы жазылады. Мына формуланы естеріңізде әрқашан болсын. Сонымен h1-ді ғана емес, параграфты да өзгертейік. Параграфты өзгерту үшін бүйтейік. Енді тура солай color өзгертейік. Color басқа түсте жазайық. Мысалы, white жаза берейік. Background-ын басқаша қылайық. Background color-ын жасыл қылайық. Жасыл қылдық. Енді көрейік. Бізге керек түс бәрі орнында. Енді біз мысалы айтайық, мына жақта бізде тағы бір P болсын. Тағы бір P болса не болады? Параграф бізде 2 бол. Айтем, көрейік. Ол стилі тура параграф 1 сияқты. Бірақ мен оны қаламаймын, тура осындай жасыл болған. Оны өзгерткім келеді. Ол үшін нені қолданамыз? Ол үшін бізде бірнеше жол бар. Оның бірі оған класс деген беру. Класс деген ол басқалардан айырмашылық жасайтындай, оған стиль беру үшін қолданылады. Мысалы, класс бұл жаңағы алдында өткендей атрибут. Класс деген атрибут береміз параграф 2-ге. Соған P2 деп бере салайық. Ал мына P1-ге класс, бұған P1 деген берейік. Бұл уже класс, біз сонда мына P1-ге арналған, ал P2-ге ол енді бөлек. P2 үшін color, мысалы, жаңағы болсын, white болсын, background color, мысалы, қара болсын, тура H1 сияқты болсын. Бірақ
қараңыздар, біз жаңа тегтерді қалай істедік? Тегтерге жай ғана h1 деп қоя салдық, p деп қоя салдық. Сондықтан класс болғандықтан біз нүкте қоямыз оның алдына. Нүкте қойсақ, ол класс деген сөз, мынау p1, мынау p2. p2 деп жаздым, сохранить етемін. Енді обновить етсем, параграф 2 ол хедер бір сияқты болып кетеді, себебі стильдер бірдей жаздым. Так, h1-дікін алып тастайын, әзірге керек емес. Так, бізде h1 мен біз параграфтарды екі түрлі қылдық класс арқылы. Енді біз ID арқылы да істей аламыз оны. ID тура сондай жазылады, бірақ ID-дің айырмашылығы мына жерде нүкте қоймаймыз, решетка қоямыз. Тор қоямыз, обновить етеміз, тура ештеңе өзгермеді. Яғни ID-мен жазу стиль беруге болады, немесе класспен де беруге болады. Бірақ стильді көбінесе классқа берген жақсы, ал ID-ді ол JavaScript үшін керек. Бірақ ID-дің айырмашылығы, тағы бір екінші айырмашылығы, ол бірдей ID бере алмаймыз. Мысалы p1 p1 деп. Ал класста бере аламыз. Класс. Класста p1-ді бердік, екеуін бірдей қылдық. p1 стилін алады екеуі де. p2 деп қойсақ, p2-ның стилін алады. Жалғастырайық. Енді біз тейблді өтеміз. Тейбл бізде ол қарапайым таблица. Ол сіздер Word-та қолданыңыздар, Excel-де қолданып көріңіздер. Байқасаңыздар, әрбір тейблдің үстінің жағы ол өзгеріссіз қалады. Астыңғы жағында жаңа данныйлар қосылатын болады. Біз HTML-да тейблді жазу үшін тейблді деп жазамыз, және оның ішіне t-head дегенді қосамыз. t-head деген біздің мына жоғары жақ, өзгермейтін жағы. Астыңғы жағы ол жаңағы ақпараттар. Екеуін t-head және t-body, table head жаңағы. T деген тейблдан қысқарған сөз. Және ұқсастығын қарасаңыздар, бұл жерде tr ол table row деп аталады, мынау да table row. Айырмашылығы ішінде ол t-ді, мына жерде th. Себебі мынау head-тікі екенін көрсету үшін осылай th-ті қолданамыз. Біз осылай жаздық. Енді не көрсететінін көрейік. Міне бізде мынандай ақпарат тұр, бірақ ешқандай мына сызықтар жоқ бізге керек. Оларды сызықтарды қою үшін біз жаңағы стильге біз тейблді жазамыз. Тейбл бұл страница немесе сызықтарды қою үшін border деген сөз property қолданамыз. Border 1 пиксель, solid. Қазір көрсем, solid деген не мағына беретін? 1 пиксель деген оның ұзындығы. Мына бордердің ұзындығы, міне border, және оның ұзындығы 1 пиксельді өзгертейік, 3 қылсақ, жуанырақ болады. Мен әзірге тұра берсін. Solid деген не? Solid деген ол үздіксіз сызық. Solidтің орнына dash дегенді қоюға болады. Dash қоятын болсақ, сохранить етейік. Міне бізде осындай үзік сызықтар пайда болады. Сосын dotted деген бар. Dotted деген ол біздегі нүкте. Осылай нүктелер пайда болды. Бізге әзірге solidпен жасай берейік. Қалған сызықтарды қосайық. Ол үшін solid қыламыз. Және t-ға border тура таблға берген сияқты solid деген сөзді қосамыз. Обновить етсек, border. Обновить етсек, бізде t-ға, яғни ол t-body'ның ішінде пайда болды. Біздің сызықтар пайда болды. Енді жоғары жаққа да қою керек. Ол үшін th-ға қоюымыз керек біз. th border 1 пиксель solid. Қараймыз, бізде сызықтар пайда болды. Бірақ қараңыздар. Мына кодты қарасақ, біз 3 рет қайталаған екенбіз. Соның бәрін 3 рет қайталамас үшін біз үтірмен жаза саламыз. Table керек элементтерді тізіп шығамыз.
Біз шығамызда сохранить етеміз. Код өзгерді, бірақ біздің көрініс өзгерген жоқ. Сонымен өтір қойсақ, біз сол элементтерге бұл тиесілі стиль деген сөз. Енді қараңыздар, мына P1, P2-лерді қарап отырсаңыздар, бұл жерде де міне қайталанған код бар. Color white деген, иә. Бізде оны алып тастайық та, оны жалпыға жазайық. Жалпы екеуіне ортақ не? Екеуіне ортақ ол P. Жай ғана P. Color white деген беріңіз. Сохранить. Енді қарайық. Иә, код өзгерді, бірақ біздің көрініс өзгерген жоқ. Ал біз мына кодтың артық жолдарын қысқарттық және өзімізді қайталамадық.